Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге сүзбелі қамырдан жасалатын, осындай әдемі болып өрілген, тәтті шайға керемет үйлесетін, бар болғаны 30 минутта дайындалатын, мен сіздерге осындай десертті жасап көрсетемін. Видеоны қарамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Бізге қажет ингредиенттер: сүзбе қажет. Сүзбені алдын ала блендермен езіп алғандарыңыз дұрыс. Немесе супермаркеттен алған кезде творожок деген түрін алсаңыздар болады. Мен сондайды пайдаланамын. Ішінде мейізімен бірге ешнәрсе етпейді. Және де бізге жұмыртқа, ұн, сұйық май және де қант қажет. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Үстіне қант саламыз. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Күнбағыс майын құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді сүзбені саламыз. Сүзбені алдын ала блендермен езіп алыңыздар. Және де жақсылап осылай барлығын езіп араластырып шығамыз. Одан соң аз-аздан ұн салып, қамыр жасаймыз. Ұнның барлығын бірден салмаңыздар. Аз-аздан салып отырыңыздар. Арасында араластырып, осылай қамыр болып біркелкі болғанға шейін біз араластырып шығуымыз қажет. Белгіленген мөлшерден артық ұнды салуға болмайды. Әйтпесе біздің қамырымыз қатты болып кетеді. Мінекей бізде осындай қамыр шығады, қатты қолға жабыспайды. Енді үстелге ұн сеуіп, осы қамырды жұқалау қылып жайып шығамыз. Оның үстіне ерітілген сары майды жағып шығамыз. Барлық ингредиенттердің құрамын достар, мен осы видеоның астына описанияға жазып қойдым. Салмасына біз корица, қант және де жаңғақ саламыз. Негізі тек қана корица мен қантты салсаңыздар да болады. Бірақ жаңғақпен өте дәмді болып шығады. Осының барлығын араластырып шығамыз. Және де жаңағы жағылған сары майдың үстіне осылай орналастырамыз. Қамырды рулет құсатып, ақырындап шетінен бастап ораймыз. Қамырды бірден пергамент қағазына орналастырдым. Пешті алдын ала қыздырып қойыңыздар. 180 градуста қыздырып қоямыз. Екі шетін осылай біріктіреміз. Енді пышақтың көмегімен осы біздің рулетті екіге бөліп шығамыз. Ортасынан екіге бөлеміз. Және де ақырындап көтеріп, осылай өреміз. Видеода көрсетілгендей жасайсыздар, ешқандай да қиындығы жоқ. Бұны қызып тұрған пешке жібереміз. 180 градуста 30-40 минуттай пісіреміз. Толықтай пісіп шығады. Осында қоңырқай түске енгенге шейін пісіресіздер.
ортасы әдемі болып піседі. Кішкене ортасы ылғалды болуы мүмкін. Бұл өзі сондай болып шығу керек. Шайға керемет үйлеседі. Тез дайындалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған дәмі қатты ұнады. Осы тәттіні пісірген кезде үйдің ішін өте керемет бір тәтті аромат алып кетті. Маған қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Достар, егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат.